Достар, бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Мына видеода мен артық салмақтың психосоматикасы туралы айтқым келіп тұр, және бұны бірінші қазақ тілінде түсіремін, өйткені біздің қазақ келіншектерге әсіресе, және де қазақ ерлеріне де менің мүмкін ойым, бөліскен ақпаратым пайдалы болады деген үміт бар. Сонымен артық салмақ ол жалпы көп жылдар бойы біз еліміз тәуелсіздік алғаннан бері, барлық нәрсе Құдайға шүкір дұрыс болғаннан бері артық салмақ болып жатыр. Байқасаңыздар, 2000 жылдарға дейін адамдардың салмақтары ондай жоғары болмады. Неге? Өйткені ол жерде кәдімгідей азық-түлік жетіспеушілік, уайым, экономика нашарлау болды. Қазір мен экономика жақсарып келе жатқанын өз тарапымнан айтқым келеді, өйткені қатты бір қиналып жұмыс істемей-ақ, егер білімің болса, егер сен өзіңді дамытатын болсаң, миың, санаң, денең тірі болса, қол аяғың болатын болса, барлық нәрсеге қол жетуге болады. Және тіпті бір қандай да бір денеде ауытқуы бар, тума жаңағы аурулар бар адамдардың өзі қазір тырмысып көп нәрсе жасайды, олардан көп мотивация алуға болады. Сонымен артық салмақ әйелдерде қандай себептерден болуы мүмкін? Мен әйел адамдардан, көбінесе тұрмысқа шыққан адамдардан еститінім, біздің кішкене салт дәстүрлік, орысшада айтылмай қалды ма, салт дәстүріміздің әсерінен көптеген жаңағы артық салмақты тудыратын мәселелер пайда болады. Неге? Өйткені бірінші қыз бала біздің Қазақстанда жалпы орташа бір өзім сияқты тұратын адамдарды алатын болсақ, қыздарды тәрбиелейді, бірақ оларда әйелдің энергиясын көтеретін нәрселерді басын қырайды. Біздің салт дәстүрімізде сондай бар. Содан кейін тұрмысқа шығу керек, және 30 жасқа дейін шығып кетпесең, сен отырып қалған қызсың деп айту мүмкін. Ол шынымен менің өзімнің тәжірибем бойынша жақсы жігіттер былай далада жатқан жоқ деп айта аламын, өйткені жақсы жігіттер тез үйленіп кетеді. Бірақ тағы да ерте үйленудің де бір минустары бар. Өйткені 20-21 жаста егер қыз бала табиғаты бойынша, санасы бойынша отбасы құруға дайын болса, біздің қазақ еркектері 30-дан аса ғана соған дайын болуы мүмкін. Ол қазақ еркектерінің де қозғайтын тақырыптары көп, әлі оны кейін өз ойымды айта жатармын. Содан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін көбісі ата-енемен тұруы мүмкін. Ата-енемен тұрғанда оның жаман нәрсесі жоқ, негізі ата-енемен тұрудың, оның плюстары көп, бірақ ене мен келіннің арасында кішкене түсініспеушіліктер жиі болып тұрады. Ол тек қана біздің ұлтымызда емес, біздің көршілес елдер, Өзбекстан, Тәжікстан, Әзербайжан, көп елдердің халқына, елдеріне қарасақ, артық салмақтағы әйел адамдар көп. Өйткені олар енелерімен іштей соғысып жүреді. Түсініспейді. Неге? Өйткені көбінесе енелері де кезінде келін болған, және олар өздерінің толық энергиясын бір жұмсай алмаған, жұмыс істесе, экономикаға байланысты тарихи солай қалыптасқан бұрынғы кезде балаларын туып, ата-енесіне беріп, жұмыс істеп, бірақ бәрібір де өз қалаулары толық болмаған. Оның түпкі және былай жоғары мәселесі ол күйеу мен еркектің арасындағы қарым-қатынас дұрыс болмауы. Сосын әйелдер көбінесе біздің қазақтардың арасында ер адамдардан толық қолдау ала алмайды. Егер бір қазақ әйелінің еркегі әйелін қолдап отырса, кімнен болсын кішкене түсінісіп қолдап тұрса, онда ондай мәселелер болмас еді. Сіздер қалай ойлайсыздар?